Қазақта мақал бар ғой, қойшының қызын алған еркек семіреді деген. Осы мақалға сүйеніп, қойшының қызын іздеп жүріп таптым. Ақмақпын қояды. Сонымен үйлендік, қойшының қызына үйлендім. Беташардан кейін ертеңіне қайын жұрт үй көрсетуге шақырды. Сол барғаннан бір ай жаттық. Жұрттар үйленгенде бал айын өткізеді ғой, медовый месяц. Біз мал айын өткізуден бастадық. Бір ай қайын жұртта болдық. Бірақ қайнатам жақсы адам болып шықты. Күйеу баланың іші пыспасын деп менің қамымды ойлап, қойларға түнгі қарауыл қылып қойды. Енем ұрысты, бірақ әй, бейшара күйеу баланы түн ішінде қаңғытып қойларды қаратып қойғаның ұят болады. Күйеу бала жалғызсырайды ғой деді. Қайнатам да түсінді. Бопты, жалғызсырамасын деп, қасыма Ақтөс деген итті қосып берді. Соны қойларға түнгі қарауыл болдым. Үйленгенім кеше азанға дейін Ақтөсті құшақтап жатам, әйелімнің көзіне шөп салып. Сөйтсем Ақтөс те сол үйдің күйеу баласы екен. Ұрғаш иттеріне келіп жүріп қалып кеттім деп қояды. Сонымен екі бажа азанға дейін көз ілмейміз. Бажа тауып алғасың ғой.